саламатсыздар ма? Менің каналымның тұрақты көрермендері мен қонақтары. Ағылшын тілін сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін мен өзімнің бір көрерменімнің, яғни оқушымның, кешіріңіз, мен атыңызды ұмытып қалдым, өтініші бойынша do мен make деген екі етістіктің арасында қандай айырмашылық бар, соған тоқталғым келді. Сонымен do деген етістік қандай да бір әрекетті орындауды білдіреді. Кез келген әрекет, іс-қимыл. Мысалы үшін мен ыдыс жуамын, жаттығу жасаймын, үй жаттығуын орындаймын, тағы не? Осындай қандай да бір іс-әрекет. Ал make бұл қандай да бір нәрсені жасап шығару, өндіру дегенді білдіреді. Яғни сіздің іс-әрекетіңіздің нәтижесінде қандай да бір қолға ұстап көретін қомақты емес енді бір қандай да бір нәтиже бар деген сөз. Мысал үшін екі do мен make'ті мысалдар арқылы салыстырайық. I do dishes every day. Мен ыдыстарды күнделікті жуамын деген сөз. Сіз қандай да бір іс-әрекетті орындайсыз. I do dishes every day. I wash up dishes деп айтуға болады, бірақ біздің бүгінгі тақырыбымыз do мен make'ке байланысты болғандықтан мен оның do деген етістікпен берілген нұсқасын сіздерге ұсынып отырмын. I do dishes every day. My friend made a delicious cake. Менің досым дәмді немесе тәп-тәтті торт пісірді. Яғни make дегенді қолданып тұрмыз. Оның екінші формасы өткен шақта қолданылатын made. Made. Өйткені оның іс-әрекетінің нәтижесінде торт пайда болды. Міне, ол өндірді, жасап шығарды яғни. Келесі мысал. Starting April 6. Starting the 6th of April. Starting April 6 немесе. Our kids will do lots of work online. Do lots of work online. Do work, жұмыс істеу. Do a job, do a work. Жұмыс істеу. 6 сәуірден бастап біздің балаларымыз онлайн түрінде көптеген жұмыс істейді деген сөз. Яғни олардың сабақтары онлайн өтеді деген мағынада. Келесі. This carpet is made in Kazakhstan and it is so beautiful. Мына кілем Қазақстанда жасалған және ол сондай әдемі. Немесе мына әдемі кілем Қазақстанда жасалған деп аударуға болады. Қазақ тілінің стандартына байланысты. Carpet is made. Кілем жасалып шықты. Міне бізде өнім бар, ол кілем. Сондықтан да біз make немесе оның үшінші түрі is made дегенді қолданып отырмыз, өйткені бұл пассивный залог. Кілем жасалып шығарылды. Кілем өзін-өзі жасаған жоқ, оны адамдар жасап шығарды, яғни. Ары қарай сіздерге түсінікті болу үшін тағы да мен бірнеше мысалдар беремін. Сонымен негізгі do мен make'тің арасындағы айырмашылық бізге түсінікті, бірақ do мен немесе make'пен тұрақты түрде қолданылатын етістіктер бар. Олардың саны шексіз, бірақ солардың күнделікті өмірде жиі қолданылатын түрлерін мен сіздерге қазір беремін. Соны есімізге сақтап аламыз. Мысалы үшін біріншісі do business. Жұмыс істеу. Қандай да бір компаниямен немесе біреумен бірігіп жұмыс істеу, ынтымақтасу деген мағынада, сотрудничество деген мағынада. We are happy to do business with such a reliable company. Осындай сенімді компаниямен бизнес жасағанымызға қуаныштымыз деген сөз. Соңынан бастап отырамыз, қазақ тіліне, ағылшын тіліндегі сөйлемді. We are happy to do business with such a reliable company. Осындай деген such a, reliable деген сенімді, компания деген өзіңіз аңғарғандай компания. Do business. Келесі. Do'ге қосымша мысалдар қарастырамыз. Бірінші, тұрақты сөз тіркесі, яғни do chores. Do chores. Қандай да бір күнделікті іс-әрекетті атқару, көбінесе үй шаруасындағы іс-әрекеттер, қалай? Үй шаруасымен байланысты іс-әрекеттер. Мысалы үшін, I need to go home and do my chores. Үйге барып, шаруаларымды тындыруым керек деген сөз. I need to go home and do my chores. Келесі сөз, do nails. Тырнақты күту, яғни тырнаққа маникюр жасау, тырнақты күту деген сөз.
Do hair прическа жасау. Шашыңды тарау емес, прическа жасап шығару. Do makeup, бетіңді әрлеу, бояу яғни. Сонымен, I did my nails, my hair, яғни did my hair деген сөзге, and my makeup, яғни and did my makeup деген сөз. Because I'm going to a party tonight. Мен тырнақтарымды жөндедім, прическамды жасадым, бетімді боядым, себебі бүгін кешке мен вечерге бар жатырмын деген сөз. Вечер деп айтатын едік қой жас кезімізде. Тойға бар жатыр, яғни қандай да бір мерекелік кешке бар жатыр. Party. Бұның party деген сөздің мағынасы өте кең. Кез келген сол тойлау, рәсімін тойлау мерекесін олар party деп айта береді. Сонымен түсінікті. Келесі, сізден сұрақ туындауы мүмкін. Жаңағы тырнағыңызды боядыңыз, ол әдемі болды, қандай да бір өнім сияқты. Шашыңыз былай тұрса, оны былай прическа жасадыңыз, ол қандай да бір өнім сияқты. Енді сондай сұрақ туындаса да, мен сізге айтарым, бұлар осы ағылшын тіліндегі тұрақты сөз тіркестері осылай. Do nails, do hair, do makeup. Келесі, do the laundry. Do the laundry, кір жуу. Кір жуу. Қолмен жуу ма, немесе кір машинеде жуу ма. Бәрібір көбінесе сол кір машине жууға байланысты. On Sunday, we did the laundry, cleaned the house, and enjoyed a nice movie. Жексенбі күні біз кір жудық, үйді тазаладық, сосын бір жақсы кино көрдік деген сөз. Яғни рахаттанып кино көру, enjoy the movie. Okay? Мына жерде неге did болып кетті, мына жерде неге do болып тұр, оны түсініңіздер ғой. Do the laundry деген кір жуу деген сөз. Етістіктің бастапқы формасы infinitive деп аталады, ағылшын тілінде. Бірақ та сөйлем құрағанда ол енді өзгереді. Сіздің сөйлеміңіз осы шақта болса do болады. Например, I do dishes every day. Мен күнделікті ыдыс жуамын. Ал өткен шақта болса do-ді did деп өзгерттік. Ары қарай кеттік. I'm doing well at my new place where I moved a week ago. Мұндағы негізгі сөз do well. Халыңның, ахуалыңның жақсы болуы. I'm doing well at my new place where I moved a week ago. Яғни мен бір апта бұрын бір жаңа пәтерге немесе жаңа жерге көшіп келгенмін. Енді қазір сол жерге үйреніп жатырмын. Халым жақсы деген сөз. Сол жерде менің халым, ахуалым жақсы деген сөз. I'm doing well. Оның халы жақсы болса, he is doing well. Оның халы жақсы. Біздің халымыз жақсы болса, we are doing well. Ары қарай кеттік. Do someone a favor. Do someone a favor. Біреуге қамқорлық жасау, біреуге көмектесу. Біреуге көмектесу. Will you do me a favor деген сөз бар. Маған жақсылық жасайсың ба? Сделай доброе дело дейді для меня. Маған көмектесе аласың ба дегеннің сұрақтың бір түрі. Ал мында мен мынандай мысал келтірдім. My brother did me a big favor and paid off my house loan. My brother did me a big favor. Негізінде кішкене күрделі түрі by paying off my house loan болады. Мен кішкене сіздерге түсінікті болу үшін and paid off my house loan дедім. Менің ағам маған өте үлкен көмек көрсетті. Қандай көмек көрсетті? Paid off my house loan. Менің үй үшін алған кредитімді жауып тастады деген сөз. House loan үй үшін алынатын кредит, несие яғни. Pay off төлеп тастау барлығын, жауып тастау, pay off. Did me a big favor, маған өте үлкен көмек жасады деген сөз. Тағы да, do someone favor деген көмек көрсету деген инфинитив түрі, ал өткен шақта болдықтан did me a favor деп айтып отырмыз. Ары қарай, do paperwork, қағаз жұмыстармен айналысу. Құжат толтыру, қандай да бір қағаз жұмыстармен айналысу. I hate doing paperwork. Мен қағаз жұмыспен айналысқанды суқаным сүймейді деген сөз. I hate doing paperwork. Келесі, make-ке байланысты қандай тұрақты сөз тіркестері бар екен, соған тоқталайық. Make a mistake, қате жіберу. I made a mistake at my first lesson. Now everybody talks about it. Everybody talks about it. Everybody talks about it. Яғни, made a mistake қате жіберу. Мен бірінші сабағымда қате жіберіп едім. Бәріңіз білетіндей да, pain мен pain деген екі сөздің жазуын шатастырып кеткем. Енді соның бәрі мені көзіме шықып айтып жатыр деген сөз. Жұрттың бәрі соны маған көзіме шықып айтып жатыр деген сөз.
Жақсы, келесі. Make friends. Жаңа достар табу. Жаңа достар жасау, сөзбен сөз аударсақ, бірақ біз жаңа достар табу дейміз. During our vacation we made so many friends. Демалыс кезінде біз соншама көп достар таптық деген сөз. Make a joke. Қалжыңдау. Қандай да бір нәрсеге жеңіл-желпі қарау деген сөз. Яғни stop making a joke about coronavirus. Take it serious. Stay home. Коронавирус туралы қалжыңдауды қойыңдар. Коронавирусқа жеңіл-желпі қарауды қойыңдар деген сөз. Take it serious. Отнеситесь серьезно деген сөз. Оған жауапкершілікпен қараңдар деген сөз. Stay home. Пожалуйста. Үйде отырыңдар. Қаңғымай, қыдырмай. Ары қарай кеттік. Make money. Ақша жасау. She sold her house and made a lot of money. Ол үйін сатып, қыруар ақша жасады деген сөз. Make a noise. Шулау. Шу шығару демейміз, шулау. Stop making a noise, please. I'm studying online. Шуламаңдаршы, мен онлайн оқып отырмын деген сөз. Make a phone call. Қоңырау соғу. Қоңырау соғу, просто call деген бар, енді make a phone call деген сөзде қоңырау соғу деп аталады. I made so many phone calls before I found this job. Осы жұмысымды таппастан бұрын мен соншама компанияға жұмыс берушілерге звондадым деген сөз. Мен соншама компанияларға қоңырау соқтым деген сөз. Ақыр аяғында осы жұмысымды таптым деген сөз. Make a promise. Make a promise, уәде беру. If you make a promise, just do it. Егер уәде берсең, сөзіңде тұр деген сөз. Keep it деп айтады. Just keep it деп айтады, just do it деп айтады. Make a decision. Шешім қабылдау. Make a decision. We made a decision to stay home during this lockdown. Lockdown деген жаңағы карантиннің бір түрі. Карантин деген сөз. Осы карантин кезінде біз үйде қаламыз деп шештік. Сонымен жаңағы менің оқырманымның do somebody's best. Кешіріңіздер, мына жерде бір мысал қапты, кешіріңіздер. Так, do somebody's best. Қолынан келгенше тырысу, барынша тырысу, қолынан келгенін жасау деген сөз. Do'ге байланысты. Мысал үшін, this is my first meeting to translate and I'm nervous. But I will just do my best. Бұл менің, яғни бір аудармашы, бір жас аудармашы айтып тұр, бұл менің ең бірінші жиналысым аударайын деп тұрған. I'm nervous. Мен қатты абыржып тұрмын, уайымдап тұрмын деген сөз. I'm nervous. But I will do my best. Бірақ мен қолымнан келгенше тырысам. Қолымнан келгенін істеймін деген сөз. Сонымен менің оқырманымның де жаңағы өтініші бойынша бүгінгі сабақты жазып шығардым. Бәріңізге түсінікті болды деген сенімдемін. Өзіңізге ұнаған do мен make туралы жаңағы тұрақты сөз тіркестерін таңдап алып, сөйлем құраңыздар, пікірге жазыңыздар. Қазір уақытыңыз көп, мен тексеріп, сіздерге дұрыс жаздыңыз ба, дұрыс жазбадыңыз ба, соны түсіндіремін. Сонымен сабақ ұнап жатса, please do thumbs up and subscribe деген протокол жазу. Subscribe to my channel, please, and leave comments. See you next time.